Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Interacti онлайн платформасымен танысатын боламыз. Interacti.me онлайн платформасын пайдалана отырып, сіздер әртүрлі тапсырмаларды құрастыра аласыздар. Interacti.me платформасы 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін әртүрлі тапсырмаларды құрастыруға арналған онлайн платформа болып табылады. Енді бұл платформаға міндетті түрде Google аккаунт арқылы тіркелесіздер. Google аккаунтпен тіркелгеннен кейін сіздерге осындай жұмыс аймағы ашылады. Бұл жерде әртүрлі шаблондар пайда болады. Ең бірінші жұмысты бастау үшін создать батырмасын басамыз. Сол кезде сіздерде 3 түрлі шаблон пайда болады. Создать проект с нуля. Яғни бірінші тапсырманы жасау батырмасын басамыз. Мінекей, осындай жұмыс аймағы ашылғаннан кейін все блоки батырмасын басамыз. Сол кезде оң жақ қапталда әртүрлі шаблондар пайда болады. Найди пару, сопоставление, memory, тест, слайд-шоу, флип-карта деген тапсырмаларды жасай аламыз. Енді бүгін біз сіздермен memory шаблоны арқылы тапсырма құрастырып көрейік. Ол үшін memory тапсырмаларды басамыз. Сол кезде memory шаблондары шығады. Осы жерден өзіңізге қажетті шаблонды таңдап аласыздар. Мысалға, мен осы шаблонды таңдап алайын. Осы шаблонды ашқаннан кейін міндетті түрде редактировать батырмасын басамыз. Сол кезде осындай шаблон ашылады сіздерде. Заголовок деген жерге өзіңіздің тақырыбыңызды жазып қоясыздар. Мысалға, мен осы тақырыпты жаздым. Старттың орнына сіздер бастау батырмасын жазып қойсаңыздар болады. Содан кейін жоғарғы жаққа назар аударсақ, пары деген батырманы басамыз. Сол кезде сіздер тапсырманы енгізуге арналған шаблон шығады. Мінекей, менде барлығы 6 пара тұр. Осы пара арқылы тапсырмаларды жасаймыз. Параларға назар аударсаңыздар, бірінші текст түрінде жазсаңыздар болады сұрақты, сурет түрінде немесе дыбыс ретінде тапсырманы енгізсеңіз болады. Мен сурет түрін таңдаймын. Сол кезде мінекей, сіздің кітапханаңызда орналасқан, яғни сақталған суреттер пайда болады. Немесе загрузить батырмасын басып, компьютеріңізден сақталған өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты суреттерді жүктеп ала берсеңіздер болады. Мінекей, менің тақырыбым компьютер құрылғылары болғандықтан, мен осы жерден компьютер құрылғыларына байланысты суреттерді таңдаймын. Бірінші монитор. Төменгі жақта вставить изображение батырмасын басамыз. Сол кезде бірінші парамызға біздің, яғни сұрақ ретінде монитордың суреті жүктелді. Енді мына жерге монитор деп жазып қоямыз. Бұл жауап ретінде болады. Мына жерден өзіңізге қажетті фонды таңдап алсаңыздар болады. Сохранить батырмасын басамыз. Солай екінші параға да дәл солай вставить изображение деп өз кітапханамызда тұрған суреттерді қоя береміз. Сохранить. Келесі үшінші параға да дәл солай вставить изображение және атауын жазып қоямыз. Төртінші параға да дәл солай. Загрузить батырмасын басу арқылы
суреттеріңізді енгізе берсеңіздер болады. Сохранить. Енді жоғарғы жағына тағы назар аударамыз. Результат деп тұрады. Яғни результатқа сіздер яғни дұрыс жауап берген жағдайда оқушыны мадақтау мақсатында немесе бағалау мақсатында жарайсың деп жазып қойсаңыз болады. Мысалға, сабақ мақсатына жеттік. Сақтау батырмасын басамыз. Сақтау батырмасын басқаннан кейін, яғни жариялау, опубликовать батырмасын басамыз. Опубликовать батырмасын басқаннан кейін осындай сілтеме пайда болады. Осы сілтемемен оқушыларға бөліссеңіздер болады. Немесе QR кодын алсаңыздар болады. Мінекей. QR кодын тақтадан шығарып жіберіп, оқушылар өз телефондарымен орындай береді. Мінекей, біздің тапсырмамыз сақталды. Осылай тапсырмаңызды жасап көрсеңіздер болады. Енді қалай құрылғанын көрейік. Мінекей, тақырыбы шықты және бастау батырмасын басамыз. Осылай оқушылар мінекей дұрыс болмаса, осылай егер де дұрыс болса, сіздерге жарайсың деген сөздер шығады. Мінекей монитор мен мониторды сәйкестендірдім. Енді USB. Осылай тапсырманы орындата бересіздер. Бұл бастауыш сынып оқушыларына да, үлкен сыныптың оқушыларына көрсетуге, яғни пайдалануға болады бұл тапсырманы. Бұл интерактив онлайн платформасындағы memory шаблоны арқылы тапсырманы жасап көрсеттім. Мінекей. Барлық тапсырма орындап болғаннан кейін жарайсың, сабақ мақсатына жеттік деген бізде жазба шықты. Бұл платформаны өте қызықты, пайдаланып көріңіздер. Және де басқа да шаблондарын пайдаланып көрсеңіздер болады. Әртүрлі шаблондар бар бұл жерде. Және де қолжетімді тапсырманың көп түрін құра аласыздар. Бұл жерде шектеу жоқ бұл платформада. Өзіңізге қажетті 10 тапсырма құрасыз ба, 20 тапсырма құрасыз ба, құра бересіздер. Ешқандай шектеу келтірілмеген өте керемет сайт.